Нақтылдап көретін болсақ, қайсысы тиімдірек? Ипотекаға үй алу ма, әлде қосшыдан үй тұрғызу ма? Бұл жағдайда сандарға қарайық. Мысалға Астанадағы бір бөлмелі 13 миллион тұратын пәтерді сіз ипотекаға 20 жылға алатын болсаңыз, 20 жылда үстінен 38-де 3 миллион артық төлем төлейсіз. А жалпы суммасы 20 жылда 13 миллиондық пәтер сізге 48-де 7 миллионға шығады. Ал егер Қосшы қаласында жер телімін алып үй салуды қарастыратын болсақ, жер телімі сізге шамамен 4 миллионға шығады, ал үстіне 80 шаршы метрлік үйді салу 11 миллионға шығады. Сонда жалпы алғанда сіз 80 шаршы метр жері мен үйді 15 миллионға өзіңізге салып алсаңыз болады. Онда аз ақшаға көбірек алаң шығады ма? Дәл түстіңіз, яғни Астана қаласында мысалға бір бөлмелі пәтер сізге 48-де 7 миллионға 30 шаршы метр алсаңыз, Қосшыда сіз 15 миллионға 80 шаршы метр ала аласыз. Ал жалпы 11 миллион құнына не кіреді? Таспалы темір бетон фундамент кіреді, газоблоктан қабырғалар кіреді, металл жабыннан шатыры кіреді, сыртқы қасбетінің әрлеуі кіреді және есік терезелері кіреді. Және бұндай заманауи технологиямен салынатын үй бар жоғы 3 айдың ішінде дайын болады.